Кайырлы күн. Саламатсыздарбы, құрметті оқушылар, ұстаздар. Біздерде қазір тарих апталығы жүріп жатыр. Сол апталықтың аясында заң және заман қоғамдағы тәртіп деп аталатын пікірталас клубына сіздерді шақырғалы отырмын. Біздің мектебімізде адал ұрпақ деп аталатын клуб жұмыс жасайды. Сол клубтың жұмысы бойынша біз осы шараны ұйымдастырып отырмыз. Енді бұл шарадағы біздің негізгі мақсатымыз сіздерге адамгершілік қасиеттерді дарыту, осы шаралар арқылы заң талаптарын сақтауға үйрету, рухани құндылықтар жүйесін қалыптастыру және қоғамдағы заң бұзушылықтың бірі болып табылатын сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресе білуге және оның алдын алуға тәрбиелеу болып табылады. Енді осы жаңа ғана айтып кеткендей, мектебімізде адал ұрпақ деп аталатын еріктілер клубы жұмыс жасайды. Сол клубтың негізгі мақсаты оқушылар, ол деген жас ұрпақты рухани адамгершілікке тәрбиелеу, азаматтық патриоттылыққа тәрбиелеу және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру және оның алдын алу шараларын жүргізу болып табылады. Яғни өздеріңіз көріп отырғандай, балалар, біздің бүгінгі өткізгелі отырған осы пікірталас алаңымызбен осы адал ұрпақтың мақсаты бір-біріменен сабақтасып жатыр екен. Мен осы шараны бастамастан бұрын алдымен сіздерге жалпы сыбайлас жемқорлық деген ұғым нені білдіреді да, сол жөнінде айтып кеткім келеді. Бұл латын тілінен аударғанда, балалар, жемқорлық деген ол мемлекетті басқаруда отырған лауазымды адамдардың қызмет мүмкіндіктерін өз мүдделеріне, жеке басының пайдасына былай айтқанда жарату болып табылады. Бұл жемқорлыққа негізінен пара беруші де және пара алушы да, немесе параны алатын адамдарға қызмет ететін делдалдар арқылы жүргізіледі екен. Енді біз тарихи тұрғысынан осы сыбайлас жемқорлықтың жалпы қалай пайда болғандығы жөнінде қысқаша тоқталып кетсек. Егер тарих парақтарын ақтарсақ, біздің заманымызға дейінгі сонау 19 ғасырда Хаммурапидің Вавилон патшалығындағы Хаммурапидің заңдарында көрсетілген екен. Онда былай деп көрсетеді: егер судья бір істі жасап, шешімін шығарып, әбден шешімі біткеннен кейін қайтадан оны өзінің пайдасына өзгертетін болса, онда 20 еселенген айыппұл төлеу керек. Және бұдан былай қарай ол осы қызметте жасауына болмайды деген осындай шешімге келген екен. Ежелгі Үндістандағы Ману заңдарына келсек, онда олар былай деп айтады: егерде сот әділетсіз шешім шығарса, онда бұдан былай қарайғы оның өмірі рахаттан айыруға болатындығын есте сақтау керек деп айтады екен. Сонда қарап тұрсақ, көне замандардан парақорлыққа, сыбайластыққа қарсы үлкен көңіл бөлінгендігін, сол жөнінде заңдардың шығарылғандығын көріп отырмыз. Енді ежелгі антик деректерде, соның ішінде грек деректерінде, Платон мен Аристотель өз жұмыстарында бірнеше рет билікті асыра пайдалану мен парақорлықтың қоғамның экономикалық, саяси және рухани өміріне оның қатты ықпалы бар екендігін, тіпті сол мемлекет осының салдарынан құрып кетуі мүмкін екендігі туралы айтады. Сөйтіп, сыбайлас жемқорлықтың себептерін атап көрсетеді ол өзінің еңбектерінде. Ал ежелгі Рим құқығына келетін болсақ, бұл айтып кеткен заңдардан да мүлдем қатал. Өйткені 12 кестелер заңы деп аталатын Рим құқығының жиынтығында былай деп айтады: сот ісін жүргізу кезінде тағайындалған және осы іс бойынша ақша сомасын алған деп айыпталған судья немесе делдал өлім жазасына кесетін заң қаулысы қабылдансын деп айтады екен. Сонда тағы да көріп тұрмыз да, қаншалықты қатал болған. Орта ғасырлық ойшылдар Еуропа елдерінде не айтады екен? Алдарыңызда қазір Макиавеллидің билеуші деген еңбегін берген итальян ойшылы мен саясаткері, ол былай деп айтады: сыбайлас жемқорлықты жария мүмкіндіктерді жеке басының мүддесіне қарай пайдалану ретінде анықтады дейді. Сыбайлас жемқорлықты алдын ала қиын анықталатын, бірақ жеңіл емделетін, ал асқынып кетсе, емдеуі өте қиын аурумен бірдей деп айтады екен. Келісесіздер ме осы пікірге? Егер асқынып кетсе, қиын аурумен бірдей деп солай аурумен салыстырып көрсеткен екен. Енді келесі пікірге келейік.
Ол ағылшын философы Гоббстың пікірі. Бұл да Гоббста сол сыбайлас жемқорлық барлық уақытта да кез келген адамды қызықтырып азғындау кезінде барлық заңдарға жек көрінушілік туындайтын тамыр деп көрсетеді екен. Ал неміс философы Вебер ол саясат міндет және кәсіп ретінде деп аталатын өзінің еңбегін жазды. Сонда екі тәсілін көрсетеді. Я болмаса адам саясат үшін өмір сүру керек, я болмаса саясат есебінен өмір сүру керек дейді. Әдемі қылып осылай көрсетеді да. Парақорлық пен сыбайластық ол орта ғасыр қоғамына тән әкімшілік аппараттың ажырамас қасиеті деп санайды. Сонда қарап отырсақ, мейлі ол ежелгі дүние болсын, мейлі ол орта ғасырлар болсын, мейлі ол жаңа кезең болсын, қазіргі уақыт болсын, бұл адамдармен біте қайнасып келе жатырған сыбайлас жемқорлық адамдардың бойынан табылып келе жатыр деген сөз да. Енді біз жаңа бірнеше мемлекеттердегі жаңағы ойшылдардың көзқарастары арқылы олардың сыбайлас жемқорлыққа байланысты ойларын білдік. Ал ұлы Абай даналығы не айтады екен? Сіз қалай ойлайсыз? Сіздер әдебиеттен, жалпы тарихтан Абайды қоғам қайраткері, ағартушы ретінде, әдебиеттен оны ұлы тұлға, данышпан ретінде қарадыңыздар да, оның қара сөздерімен таныстыңыздар, оның шығармаларымен таныстыңыздар. Ендеше осы сыбайлас жемқорлықтың алдын алуда, адам өзін өзі тәрбиелеуде Абай не айтады? Айта беріңіздер ойларыңызды емін-еркін. Аружан, сен қалай ойлайсың? Абай өзінің бір өлеңінде, ғылым таппай мақтанба деген өлеңінде 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол деп мысалдар келтіреді. Өте тамаша. Абай өзінің өлеңдерінде 3 ақ нәрсе адамның қасиеті, ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек деп айтып кеткен. Жаңа айтып жатыр ғой, талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым, ойлап қойды. Ойлап қой. Ол адамның бойындағы 5 асыл қасиет туралы айтады. Ал 5 жаман қасиет ше, олар қандай? Өсек, өтірік, мақтаншақ, беріншек, бекер, мал шашқақ деп айтады екен. Тамаша. Абай өте ойшыл адам болған, және де өткен ғасырда да өз заманында адамдарды жақсылыққа ғана шақырған және жамандықтан жиренуге адамдарды үндеген болатын өз шығармалары арқылы. Абай даналығы парақорлықты сатып алу, ұрлық жасау, сатқындықты айыптаудың жарқын мысалдарын өзінің шығармаларында көрсетті. Оның қара сөздері де ғасыр өткен сайын, уақыт жылжыған сайын, одан сайын алдымызға жаңғырығып, қайтадан ойланып, қайтадан қарауға, қайтадан пайымдауға алып келіп отыр да. Мысалы, Абайдың 7-ші сөзінде өте керемет келтіреді осы айтып отырған нәрселерді. Анадан дейді, 2 түрлі адам туады дейді. Біреуі мен не ішем, не жейм, қалай ұйықтаймын да, ал екіншісі мен нені үйренсем екен, тағы нені білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деп айтады екен. Осыны 7-ші қара сөзінде көрсеткен. Еңбекке адам өзін еңбек ету үшін, жақсы адал еңбегімен өмір сүру үшін да, Абайдың бұл шығармасының маңызы өте зор деп есептейміз. Сонымен қатар ол 10-ші сөзінде де жаңағы бір жол ғана бар дейді. Ол білім мен еңбек деп айтады. Ғылымсыз ақиретте жоқ, дүниеде жоқ. Ешбір қазақ көрмедім дейді. Малды иттікпен тапса да адамшылықпен жұмсаған дейді. Яғни бұл жерде сынап айтып тұр, өйткені жаңағы бейнет, күйек, ыза, сол үшеуінен басқа еш нәрсе бойында қалмайды дейді. Осылай сынай отырып, адамдардың дұрыс жолға түсуіне үгіттейді. Ал Абай 37-ші сөзінде оқушылар, ол осы 2 қасиеттің, еңбек пен білімнің қаншалықты жоғары бағаланатынын нақты айқындап берген. Әрбір мемлекетте осы халық даналығы, адал еңбек идеясы туралы не айтқан екен? Жаңа Абайдың айтып жатырған сол адал еңбек ету керек деген пікірі жалпы халық даналығында ол қалай жүзеге асқан екен? Камила Мұратова басын оқи қойшы, қазақ мақалы қалай беріліп тұр? Адал еңбек игілікке келеді. Келесі Аида Сағынтаева, сен айта ғой. Шеберлік пен еңбек бәріне қол жеткізеді. Жас кезінде еңбек қартайғанда жеңеді. Бұл қырғыздың мақалы екен. Еңбек етпесең қоянды да ұстай алмайсың. Еңбек етпесең қоянды да ұстай алмайсың. Бұл татар мақалы екен. Өзенге суды көктем құяды, адамның бағасын еңбек арттырады. Бұл өзбек мақалы екен. Іске
Ескергеннен жалқауға ұйқы, ағаш жемісімен адам ісімен жақсы. Тер төгіп еңбек етсең, дәмді тағам ішесің. Башқұрт мақалдары. Өте жақсы. Сонда қарап тұрсаңыздар, мына адал еңбек идеясы ол тек қана қазақ халқында емес екен, ол барлық халықтарда, барлық халықтардың адамдарын осындай дұрыс адал еңбек етуге алып келеді екен. Неге? Себебі сыбайлас жемқорлық туралы біз негізгі басты тақырыбымыз сол болып жатыр ғой, иә. Бірақ соған не алып келеді адамды? Ол жаңағы жалқаулық, еңбек еткісі келмейтінді, ол оқығысы келмейді, ол білім алғысы келмейді, жаңағы ұйықтағанды жақсы көреді, қарапайым тілмен айтқанда да. Осының барлығы ол әрбір ұлтта да, әрбір халықтың да бойында болатын қасиеттер. Бұл мақалдар да тегіннен-тегін өмірге келіп жатырған жоқ та. Сондықтан мейлі біз орыстың мақалын алайық, қырғыздың мақалын алайық, өзбектің мақалын алайық, мейлі осының барлығында да халық даналығы осындай адамдардың дұрыс жолға түсуіне үгіттейді екен. Сіздерге мынандай сұрақ қойғым келіп тұр. Жалпы тұлғаның сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін тәрбиелеуде қалай ойлайсыңдар? Отбасының рөлі бар ма? Ойымша, иә, бар. Себебі отбасы ол бірінші тәрбие құралы, яғни ата-ана қандай болады, балдар да соған қарап өздеріне үлгі ретінде алады да, сол сияқты болады. Мысалға кейбір ата-аналар балдарына ондайды үйретпейді деген сияқты, ал кейбір ата-аналар болады, керісінше оны өздері істегенмен, жемқорлықпен айналысқанмен балдарға сондай жаман үлгі көрсетеді деген ойда. Отбасында әрбір адам, осы ата-ана өзінің отбасында балаларына тәрбие беріп жатырған кезде әсіресе қандай адамның бойындағы қасиеттерге көбірек көңіл бөлу керек деп ойлайсыңдар? Адалдық, Адамгершілік. өтірік айтпау, алдамау. Әділдік. Алдамау, сосын досқа адал болу, әділдік, шыншылдық да балалар, ар намыс. Қоянды қамыс өлтіреді, ерді намыс өлтіреді дейді. Қазақ халқы қай уақытта да адамның бойындағы намысты біріншіге қойғанда, сонда біз манадан бері айтып жатырған еңбек ету, еріншек болмау, жалқау болмау, сонымен қатар намыс қой болу, досты сыйлау, осының барлығы міне отбасынан басталады екен. Адамның бойындағы қасиеттерді тәрбиелеудің бірі ол парасаттылық болып табылады. Мен сіздерге қазір 3 дүркін әлем чемпионы аралас жекпе-жектен Ардақ Назаровтың сұхбатын сіздерге ұсынғым келеді, сәл тыңдап алайық, содан кейін сіздермен пікірталасымызды одан ары қарай жалғастыратын боламыз. Бізде бүгінгі қазақта парасат деген сөзді көркем мінез деп жүр. Ол көркем мінезбен шатастыруға болмайды, ол бөлек ұғым. Жалпы парасат пайым деп айтамыз кейде. Пайым деген сөзді қосу, ол көзқарас, жалпы терең түсінік деген нәрсе. Балалар, жаңа сіздер парасаттылық туралы естідіңіздер. Осы біздің ағаларымыз жаңа айтып жатырғандай, парасаттылық деген ол әдемілік емес, ол көркемдік емес, ол адамның ішкі жан дүниесінің сұлулығы. Тағы не айтты? Тағы не түсіндіңіздер? Қара мен ақта ажыра алатын адамдар. Жақсы, Даяна. Тағы? Дұрыс шешім қабылдай алатындар. Рухани бай адамдар. Рахмет, Амелия. Және ауыл ақсақалдарына тоқталып кетті да, әділдікті қақ жарып, жаңағыдай дұрыс шешім қабылдап отыратын сондай адамдардың болғаны керек деп айтқан екен. Балалар, мына суретке жақсылап қараңыздаршы. Көріп тұрсыздар, қандай ситуацияда тұрғанын көріп тұрсыздар, солай ғой? Иә. Осы қалай ойлайсыңдар, адамдарды жемқорлыққа не алып келеді? Мысалы, жаңа ана зачетканы беріп жатыр да студент, болмаса жұмыс жағдайында жаңа ақша беріп тұр. Осы не себептен туындайды? Қандай жағдайда болады осы жемқорлық? Адамдардың көбісі өздерінің туындаған проблемаларын шеше алмағандықтан жемқорлыққа барады деген ойдамын. Тағы кім қалай ойлайды? Өздері шеше алмай, оңай жолын табады. Оңай жолын іздестіреді да? Өздерінің ерінен кесірінен осындай жолдарға барады. Яғни адамдар жемқорлыққа еренгендіктен, яғни жалқау болғандықтан барады деп ойлаймын. Жалақысының аз болуынан мүмкін. Жұмыссыздықтан болуы мүмкін бе? Иә. Әлеуметтік жағдайлардан, әлеуметтік проблемалардан туындауы мүмкін бе? Иә. Әрбір саяси, мемлекеттік билікте отырған саяси элита, ол да өзінің жұмысына өте үлкен жауапкершілікпен істеу керек, балалар. Қарау керек да, сонда ол екі жақты мәселе болып тұр екен. Өздеріңіз көріп тұрғандай, пара берген адам мен параны алатын адам екеуі де қылмыскер болып табылады. Яғни ол мемлекеттік деңгейде міндетті түрде
тіркеледі. Осындай фактілер анықталған жағдайда және тегін қоңырау шалуға болады. 14-24 телефоны бойынша сеніп, хабарласып, осындай жағдайды айтуға болады екен. Енді сіздердің ойларыңызша жемқорлықты жоюдың жолдары бар ма? Заңды қатайту керек. Дұрыс-ақ. Тағы. заңды қатайтқанымен алайда адамдар бар ғой, мысалы қазірде жемқорлыққа қарсы заңдар бар, алайда жемқорлықтың саны азайып жатқан жоқ деп ойлаймын. Ол адамдарға байланысты. Адамдарға байланысты, жақсы. Заңдарды қатайту керек. Түрлі өткізуге болады, яғни соған қатысты, мысалы қалай одан ажырауға болады, сондай іске бармау үшін не істеу керек деген секілді шаралар өткізсе жақсы болады секілді. Түсіндіру, ақпараттық шараларды көбірек өткізу керек, да? Менің ойымша, бұл адалдықты жалпы әр балаға сәби кезінен тәрбиелеп бастау керек, себебі кез келген нәрсе бұл адамның тәрбиесінен, отбасында көрген өнегесінен басталады деп ойлаймын. Сіздердің айтқан пікірлеріңіздің бәріне де келісуге болады. Енді жаңа айтып кеткендеріңізде осы Қазақстанда мемлекеттік сыбайластыққа қарсы көптеген заңдар қабылданды. Ол 98 жылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заң, мемлекеттік қызмет туралы 99 жыл қабылданған заң. Одан кейін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы 2015 жылы, қоғамдық бақылау туралы 2015 жылы заңдар қабылданды. Тағы бір айтып кететін мәселе, ол сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөнінде арнайы мемлекеттік орган. Ол Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі құрылды, балалар. Енді бұдан басқа балалар көптеген мемлекеттің деңгейінде жаңағы нормативтік құқықтық актілер шығып тұрады қосымша, және жемқорлыққа қарсы 2015-2025 жылдарға арналған стратегия қабылданды біздің елімізде. Қазақстан Республикасы бүгінгі күні бірнеше сыбайлас жемқорлықпен күресетін мемлекеттердің тобына кіреді. Және сыбайлас жемқорлық үшін қылмыстық жауапкершілік туралы конвенцияға 2020 жылға дейінгі сыбайлас жемқорлық үшін азаматтық құқықтық жауапкершілік туралы конвенцияға қосылды. Бұдан басқа оқушылар жаңа телефондарын көрсетіп отырғандай шұғыл желілер бар, сайттар бар, ресми сайттар. Одан басқа әртүрлі бөлімдер бар, сенім телефондары бар, сенім жәшіктері бар, да. Міне осылар арқылы сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға болады. Енді қазір мен сіздерге мынандай адалдық дүкенін ұсынғым келеді. Визуалды елестетіп көрейік. Адалдық дүкеніне келіп тұрсыз сіз. Не сатып алар едіңіз? Алатын тауарларыңызды, яғни бір сөзден өздеріңіз айтып көрсеңіздер. Мейірімділік, сыпайылық. Бір-бірден айтайық, жақсы. Мейірімділік. Адамгершілік. Жақсы. Адамгершілік. Жауапкершілік, өте дұрыс. Әділеттілік. Парасаттылық. Өте дұрыс. Ар-ождан, ар-намыс, шыншылдық, адалдық. Мейірімділік. Мейірімділік, да. Әрине, айта берсек, бұл өте үлкен ауқымды тақырып, бірақ та біз өзімізге берілген шағын уақытты есептей келе, Нұрсұлтан Назарбаевтың мынадай сөзімен аяқтағым келеді. Ол Қазақстан 2050 стратегиясы бойынша мынандай жастарға сөз айтқан болатын. Біз осы стратегияны жүзеге асыра аламыз, егер де біз мақсаттарға қол жеткізуде сыбайлас жемқорлықпен шүбәсіз күрес жүргізген кезде ғана ол мүмкін болады деген болатын. Сондықтан да балалар, біз осы жасап жатырған жұмысымызды жаңа сіздер айтып жатырғандай адамның бойында болу керек, адамгершілік, рухани құндылықтарды, парасаттылықты, мейірімділікті, да, үлкенді сыйлай білу, кішіпейіл болу, өтірік айтпау, досқа адал болу, қай уақытта да әділ турасын айту, да, жаңа парақор болмау, біреуге жалпылдамау, осындай қасиеттер сіздердің бойларыңызда қазірден сіңіріліп өссе, онда сіздер әрине жарқын болашаққа нық сеніммен аттай аласыздар деп есептеймін. Бүгінгі біздің шарамызға қатысып отырған барлық белсенді қатысқан осы оқушыларға үлкен рахметімді айтамын. Және Өрінгүл Аманжоловна, сізге қорытынды сөз бергім келіп тұр. Құрметті оқушылар,
ұстаздар, әріптестер, барлығыңызды да бүгінгі жаңа адал ұрпақ атты заң және заман қоғамдағы осы өзгерістер, қоғамдағы үлкен проблеманы біршама қозғап, Эльмира Орынбасарованың басшылығымен осы үйірмеге байланысты бір жақсы жұмыстар жүргізіп жатқандығын, жұмыстың жүйелілігін байқадық. Енді оқушылар, сіздерге өмірде бұндай, сіздер тәуелсіз елдің ұрпағысыздар, өмірде бұндай жаңағы өзіңізге жайдан жай оқытылып жатқан жоқ бұл үйірме. Болашақ ұрпақты адалдыққа, тазалыққа, еліне қызмет етуге тәрбиелеп жатыр. Сондықтан барлығыңызға өмірде адамгершілігі зор, адамға мейірімділік, қайырымдылық қасиеттер, адалдық қасиет бұл ананың сүтімен беріледі ғой. Сондықтан сол өзіңіздің ар-ожданыңызға өмірде нұқсан келтірмей, өмірде тұлғасы биік азаматтар болуларыңызға тілектеспін. Барлығыңызды да осы шараға қатысқандарыңыз үшін рахмет айтам. Эльмира Орынбасарқызы, сізге шын жүректен алғысымызды айтам. Осы жұмыстарыңыздың жүйелілігі жалғаса берсін дегім келеді. Барлық әріптестеріме сәттілік тілеймін. Апталық барысында белсенді қатысқандарыңыз үшін оқушылар, барлығыңызға да сәттілік, жақсылық тілеймін. Сау болыңыздар. Рахмет, көп барлық шараға қатысып отырған оқушылар, сіздерге де көп рахмет айтамын. Орынгүл Аманжолына сізге рахмет. Балалар, енді алдағы уақытта да сіздерге жақсылықтар тілеймін, жақсы күндерде жолығайық деп бүгінгі шарамызды аяқтаймын. Сау болыңыздар.